Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен бірге құлпынай жемісі туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Жемісі жидек, тәтті, хош иісті, мамырда гүлдеп маусымда жеміс береді. Құлпынай құрғақшылыққа төзімсіз, көлеңкелеу жерде жақсы өседі. Сұрпына қарай ерте көктемде, жазда, күзде жеміс береді. Сонымен қатар жаз бойы күздің суық күндеріне дейін жеміс беретін сұрыптары да бар. Құлпынай дәрумендерге аса бай, сонымен қатар минералдар мен микроэлементтері де көп. Темір, магний, калий, кальций, мырыш, марганец, фосфор, кремний, мыс, йод бар. Құлпынай есте сақтау қабілетін жақсартады. Құлпынай мидың қартаю процесін баяулатады, оның функционалдық өмірін ұзартады. Бұл бізге қартайғанда да мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы есімізді жоғалтпауға мүмкіндік береді. Құлпынай көру қабілетін жақсартады. Піскен қызыл құлпынай есте сақтау қабілетіне ғана емес, көру қабілетіне де пайдалы. Көптеген зерттеулер құлпынайды күнделікті тұтынуы тордың макулярлы дегенерациясын, катарактаның, көздің қорғауының, прогрессивті соқырлықтың және жас қосылған сайын тіндердің өзгеруіне байланысты басқа да проблемалардың дамуына жол бермейтінін растайды. Жидектердің бірегей биохимиялық құрамы көру қабілетінің бұзылуына әкелетін көптеген аурулардың алдын алады. Құлпынай антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар немесе консерванттар белсенді оттегінің дене жасушаларына зиянды әсерін болдырмайтын заттар. Антиоксиданттар денені ерте қартаюдан және ауыр аурулардан қорғайды. Құлпынай тұтыну дененің зиянды заттар әсеріне қарсы тұру қабілетін арттыратыны дәлелденген. Құлпынай эллак қышқылына бай. Эллак қышқылы жасушалық циклды реттегіш. Көбінесе жеміс, жаңғақ және жидек сығындыларында кездеседі. Ол ісік процестерін басу мүмкіндігінен басқа қабынуға қарсы әсерге ие, ағзаға пайдалы процестерге оң әсер етеді, сонымен қатар иммундық жүйені нығайтады. Құлпынай С витаминінің көзі. С витаминінің немесе аскорбин қышқылының негізгі көздері лимон, апельсин және сарымсақ. Сонымен қатар құлпынай да бұл дәруменнің көзі саналады. Бір уыс құлпынайда бір апельсин құрамынан көбірек С дәрумені бар. Бірақ мұндай қасиет жылыжайда емес, ашық күн астында өсірілген құлпынайда ғана болатынын есте ұстаған жөн. Құлпынай қатерлі ісіктің алдын алады. Құлпынай қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіреді. Құлпынай қант диабетімен ауыратындар жеуге болатын тәтті жидектердің бірі. Фитонутренттердің жоғарғы деңгейі арқасында қандағы қант деңгейінің күрт артуына ықпал етпейді. Сонымен қатар қанттың сіңуін баяулатады. Осыған байланысты ол қант диабетінің даму қаупі жоғарғы адамдарға да ұсынылады. Бұл жидек диабетті алдын алудың тамаша құралы. Құлпынай жүрекке пайдалы. Бұл қызыл жидектер көптеген жүрек қан тамырлары ауруларының пайда болу және даму қаупін төмендететіні дәлелденген. Құлпынай аллергиясы бар адамдарға пайдалы. Бір қызығы бұл жидек бір қарағанда әртүрлі аллергия түрлерінен зардап шегетін адамдарға ұсынылады. Құлпынай аллергиямен байланысты қабынуды және белгілі бір биохимиялық реакциялардан кешейді. Сонымен қатар құлпынай болашақ аналарға пайдалы. Зерттеулер көрсеткендей, егер әйел жүктілік кезінде құлпынай тұтынса, балада құлпынайға аллергияның даму қаупі аз болады. Достар, менің сіздерге беретін ақпараттарым осы. Егер де ақпаратым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.